Қайырлы күн. Осы бейнероликте мен сізге фрезерлік станокпен жұмыс істеу үшін компьютеріңізге барлық қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді қалай орнату керектігін көрсетемін. Ең алдымен бастайтын нәрсе компьютеріңізде WhatsApp ашу. Ол үшін өзіңізге ыңғайлы кез келген браузерді аша аласыз. Мен үшін бұл Google Chrome болады. Жоғарғы іздеу жолағына орыс тілінде жай ғана WhatsApp Web деп жазсаңыз болады. Google сізді бәрібір түсінеді. Уайымдамаңыз. Бірінші сілтеме WhatsApp Web. Соған басасыз. Одан кейін сізде осындай бет ашылады. Сіз өз аккаунтыңызға кіруіңіз керек. Телефон нөмір арқылы да, QR код арқылы да кіруге болады. Қалай ыңғайлы болса, солай. Мен үшін QR код арқылы кіру ыңғайлырақ. Мен телефон арқылы QR кодты сканерлеп, жұмыс аккаунтыма кіремін. Болды, мен WhatsApp-тағы жұмыс аккаунтыма кірдім. Сізге сілтеме беріледі. Сол сілтеме арқылы барлық қажетті бағдарламалар мен оқу материалдары бар Telegram тобына кіресіз. Сілтемені басасыз. Кейін болдырмау, отмена батырмасын басуға болады. Мұнда арнайы батырма бар. Оны басқанда сіз Telegram бетінен өтесіз. Алғашқы көк белгіше Telegram for Windows жүктеу. Соған басасыз да Telegram қосымшасын өзіңізге ыңғайлы жерге жүктейсіз. Мен қазір жұмыс үстеліне жүктегенді ыңғайлы көремін. Жүктеймін. Болды, жүктелді. Қазір браузерді уақытша жасырып, міне, жүктелген файл. Оны іске қосамыз. Орнатамыз, келісеміз. Қай жерге орнату өзіңізге ыңғайлы, сонда орнатыңыз. Мен бағдарламаны жоғалтпау үшін басқа папка орнатамын. Сіз бәрін сол күйінде қалдыра аласыз. Міндетті түрде жұмыс үстелінде белгіше жасау деген жерге құсбелгі қойылғанын көз жеткізіңіз. Болды, орнатуға болады. Орнату аяқталған соң Telegram автоматты түрде іске қосылады. Егер іске қосылмаса, жұмыс үстелінде пайда болған Telegram белгішесін 2 рет басыңыз. Енді Telegram аккаунтыңызға кіре аласыз. Мұнда 2 жол бар. Егер аккаунтыңыз жоқ болса, тіркелесіз, ал бар болса, телефон нөмірі арқылы кіресіз. Мен тағы да QR код арқылы кіргенді ыңғайлы көремін. Қазір телефонымды алайын. Болды, мен Telegram аккаунтыма кірдім. Енді WhatsApp-қа қайта оралып, берілген сілтемені қайта басасыз. Енді Telegram десктоп қолданбасын ашу деген жазу шығады. Соған басасыз да, топ бірден ашылады. Топқа кіресіз. Жоғарыда берілген хабарламада сіз мыналарды таба аласыз. Станокты қораптан шығару, дайындау, жүйені тексеру, макет жасау, цанга немесе фрезерін орнату, макетті іске қосып кесу, лазерлік модульді орнату туралы видеолар. Сондай-ақ төменірек диодты гравермен жұмыс істеу бойынша толық бейнеролик бар. Бекітілген хабарламаны тағы да 1 рет бассаңыз, ең басына өтесіз. Мұнда ArtCam, CorelDRAW және Inector бағдарламалары бар. Фрезерлік станокпен жұмыс істеу үшін осы 3 бағдарламаны жүктейміз. Оң жақ батырманы басып, сақтау таңдау керек. Барлық 3 бағдарламаны жүктейміз. Маған ыңғайлысы жұмыс үстеліне сақтап қою. Егер фрезерлік станок сізде бұрыннан қосылып тұрса, ал сіз тек қана бағдарлама жоқ деп тоқтасаңыз, Inector бағдарламасын жүктеп алыңыз. Ол ең жеңіл және ең тез жүктеледі. Ол станоктың ең басты бағдарламасы. Telegram браузерін жасырамыз. Егер ештеме көрінбесе, тексеріп аламыз. Жүктелді ме екен? Қане тексеріп көрейік. Тағы да оң жақты басам, сақтау.
таңдамаймын. Сақтау. Аха, жүктелген екен. Болды, жаба саламыз. Онда 10 батырманы басып, обновить. Аха, міне шықты. Енді ашып көреміз. Ашылмаса, әлде басқа қателіктер шықса, демек бізге архив керек. Ол үшін не істеуге болады? Міне мынау бізде rar, көрдіңіз бе? Браузерді ашамыз. WinRAR деп жазамыз да. Міне бірінші сілтемеге өтіп, скачать WinRARды басамыз. Төменірек тағы да тұр, скачать. Міне қай жерде жүктеу керек екен? Жұмыс стиліне. Күтеміз. Жүктелді, міне тұр. Енді 2 рет басып, орнатамыз. Ештемені өзгертпейміз. Менде ол орнатылған. Енді қарасақ оң жақты басып, міне WinRAR шықты. Open WinRAR, ашу. Енді осының ішінен инъектор бағдарламасын шығарып алу керек. Бұл бізде папка. Болды, шығардық. Енді тексеріп көрейік, ашып. Станокпен жұмыс істеу үшін осы инъектор бағдарламасы керек. Ашайық. Растаймыз. Бірінші ашылу біраз ұзақырақ болады. Міне, көріп тұрғаныңыздай инъектор бағдарламасы ашылды. Болды, жабамыз. Енді жалғастырайық. Келесі бізге сызбаларды сызу үшін қажет бағдарламалар бар. Міне, ол CorelDRAW және ArtCam. Басайық енді CorelDRAW'дан 2 рет басамыз. Растаймыз. Бұл жерде қай жерге шығару екенін таңдаймыз. Тұра берсін. Болды, басаймыз. Бұл орнату емес, бұл тек қана оны шығару. Распаковать. Орта айтқанда. Күтеміз. CorelDRAW енді үлкен бағдарлама, оны күту керек болады. Және сіздің ноутбугыңыз, әлде компьютеріңізге байланысты, ол немесе тез, немесе біраз баяу жұмыс істеуі мүмкін. Міне, орнату ашылып жатыр. Жалғастырамыз. Бізге тек қана CorelDRAW-ның өзі керек, қалғанын алып тастауға болады. Жалғастырамыз. Болды, жалғастырамыз. Бұл жерде тіл таңдаймыз. Маған орыс тілі ыңғайлырақ. Жалғастырамыз. CorelDRAW ұзақ орнатылады, қорықпаңыз. Ол солай жұмыс істейді. Мен тез өткізіп жіберейін. Болды, міне орнатылды. Жалғастырамыз. Ашып тексеріп көрейік енді оны. Қазір 1 минут. Қойып болайым. Маған желінірек болатындай. Енді ArtCam'ды ашып жалғастырайық. Оны да шығарып алу керек архивтан. Осылай. инъектордан шығарғандай. Күтеміз. Міне шығарылды, көріп тұрмыз. Оны ашамыз. Мұнда setup деген іздейміз да, соны басамыз 2 рет. Бұл орнату. Растаймыз. Жалғастырамыз. Тілді таңдаймыз әрине. Жалғастырамыз. Қай жерге орнату керек екен? Мен өзгертемін, бірақ сіз оны қалдыруыңызға болады. Маған басқа жерде тұрғаны ыңғайлы. Енді күтеміз орнатылғанын. Орнатылғаннан кейін оны бірден ашуға болмайды. Қазір көрсетем ары қарай не істеу керек екенін. ArtCam енді біраз жылдамырақ жұмыс істейді. Бірақ орнатылған кезде ол бірнеше нәрсені бірден орнатады. Көресіздер. Бастаймыз.
Артта тағы да біреу шықты. Оны да растау керек. Күтеміз. Бұл қара шыққан кезде қорықпаңыздар. Бұл орнату. Ештеңені тиіспеңіздер, күте тұрыңыздар. Бағдарлама осылай орнатылып жатады. Растаймыз. Өзі жабылады. Енді мына жерде күте тұру керек. Дәл солай шыққанын. Болды. Растаймыз. Ашпаңыздар. Енді оны ары қарай жалғастыру үшін оң жақ батырманы басу керек. Расположение файла деп бассаңыздар, өзінің орнатылған жерін ашады. Міне көрдіңіздер ме? Үстіне қарап тұрыңыздар, exec папкасы тұр. Жазылып тұр. Енді бұған дейін орнатылған жерді ашамыз. Сетап болған жерді exec папка, crack деген папканы ашамыз. Осының ішінде exec папкасын ашамыз да. Міне ішінде екі файл бар. Соны көшіріп алу керек орнатылған жерге. Заменить деп шығады, заменить ауыстыру керек. Болды. Енді міне осының орнына тұрды. Жабамыз. Енді корылдыруды арткамды ашуға болады енді. Және ашып тексеріп көрейік. Міне арткам бағдарламасы ашылды. Болды, енді жабуға болады. Қалған нәрселерді қалай жұмыс істеу керек екенін, оның барлығын лазермен, фрезермен қалай жұмыс істейтінімізді келесі видеоларда көрсеміз. Сау болыңыздар.